Сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерді осындай духовкасыз нәзік торттың рецебімен таныстырып өтемін. Мен балдарым өте жақсы көреді. Сіздердің де балдарыңызға ұнайды деп сенемін. Арнайы миксерімізге печеньемізді бөліп аламыз. 500 грамм печенье керек болады. Бөліп алып, бетін жауып, майдалап аламыз. Бізде осыны ұнтақ пайда болады печеньемізді. Оның үстіне сұйық ерітілген майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Араласқан кезде печеньеміздің түсі өзгереді. Және кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 400 грамм сметанаға 250 грамм сгущенкамызды құйып араластырамыз. Енді арнайы тапамызды алып, ішіне бағанағы печеньемізді салып, жақсылап реттейміз. Және үстінен кішкене басып қоямыз. Шет-шеттерін бір тегіс қылып реттейміз. Мына реттеген кезде осындай бізде коржик сияқты слой пайда болады. Енді желатинімізді дайындаймыз. Желатинімізді 100 грамм суға 70 градустағы қайнаған су болу керек. Және тез еритін желатинімізді салып 5 минутқа қойып қоямыз. Және желатинімізді құйып, бағанағы сметана массамызға құйып араластырамыз. Және дайындалған коржигіміздің үстіне дайын массамызды құйып реттеп аламыз. Және 20 минут тоңазытқышқа 20 минутке қойып қоямыз. Торттың бетін әртүрлі қылып сәндесеңіздер болады. Мен бүгін осындай шоколадный крошка істедім. Міне тортымыз дайын. Өте нәзік, өте дәмді тортымыз дайын болды. Егер де менің рецептім сіздерге ұнаса, лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар.